Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Мен өз ауылымның патриотымын. Ендеше бүгін біз өз Алтын Бесік ауылымның орталық паркіне бармақшымыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Мен Абай облысы Жарма ауданы Шпик ауылының тұрғынымын. Ендеше мен өз отанымның патриоты ретінде өз ауылыммен мақтанамын. Менімен бірге болыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, біз орталық паркке қарай кетіп бара жатырмыз. Ауылдың ауасының өзі қандай тыныштық. Міне жаңбырдан кейінгі ауа райының өзі бір ғажап. Ендеше мені видеомның соңына дейін тамашалаңыздар. Мына жақта заниматься ететін жерлер. Мына жақта аяқты качать етеміз, ана жақта тоже сынды нәрселер. Құрметті менің көрермендерім, міне біздің орталық паркте осы ескерткіш Ұлы Отан соғысына кеткен, біздің ауылымыздан кеткен, Ұлы Отан соғысына барлығы 110 адам кеткен. Осы кісілердің аттары, аты жөндері бізше алтын әріптермен жазылған. Осы күнге жетуіміздің өзі осы кісілердің арқасы. Енді оқитын болсақ, Абасов, Абдельдинов, Адилов, Азимханов, Айдарханов Ж деген ағаны біздің класста Айдарханова Құралай деген немересі оқыды. Біз осы Құралайдың үйіне ойнауға барған кезде біз осы кісіні көретінбіз. Өз көзімізбен көрген кісі болды. Енді мен өз басым ол кісіні көрдім. Сол секілді міне Ақшалов, Алимханов, Амирбаев, Аренжанов, Архабаев, Аубакиров, Ахаев, Ахмедеев. Екінші рядта да Галиев. Міне біздің тағы да міне Скотоимпорт деген ауылымыздың ар жағында көбіне басқа ұлт өкілдері тұратын. Ол кісілерден де араларынан Ұлы Отан соғысына кеткен жерлер бар. Жармұхамбетов, Жомалкаев, Жұмабаев, Жұмагалиев. Бүкіл фамилияларды көрсетіп шығшы, Тоғжан. Оны көрсетіп жатқан себебіміз біреулеріңіздің туыстарыңыз, біреулеріңіздің аталарыңыз, осы жерде барлығы осы жерде бар. Жылына бір рет бұл кісілердің жанына келіп тағзым қыламыз, оқушыларымызды әкеліп, тәрбие сағаттарын көрсетеміз. Осы кісілердің арқасында біз осы күнге жеткізгеніміз туралы осы бала шағамызға, оқушыларымызға, өскелең ұрпаққа осы кісілердің арқасында біз осындай бейбіт күнге жеткенімізді әрдайым айтып отырамыз. Мына жерде мына кісілердің бәрін көрсетіп. Құрметті менің көрермендерім,
менің осы ауылым алтын бесігім атты каналыма тіркеліңіздер. Мен өз ауылыммен мақтанамын. Біреуге туыс, біреуге аға, біреуге апай. Сіздердің осы біздің қандай ауылдан шығып жатқанымыз туралы деректер білгілеріңіз келсе, менің каналыммен бірге болыңыздар. Міндетті түрде подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар.